Сәлем достар, мен Әйгерім Ермекбай, Альфа заңгерлік компаниясында заңгер қызметін атқарамын. Бүгін бұл видеода мен сіздерге заңсыз комиссияны сот арқылы қайтарудың мерзімі неліктен 4 айдан 6 айға дейін екен айтып беремін. Егер қызық болса, әрі қарай көреміз. Неге сондай ұзақ мерзім? Өкінішке орай бұл мерзімді біз өзіміз ойлап тапқан жоқпыз. Мысалы, сіз біздің компаниямызбен келісім шартқа 2019 жылдың 1 қаңтарында отырдыңыз делік. Ары қарай банкке комиссияның нақты сомасын білу үшін біз өтініш жазып, оны жауап алу 15 күн уақыт алады. Одан кейін бірінші сатыдағы сотта ісіңіз қаралып, шешім шығу үшін 2 ай уақыт кетеді. Одан кейін ол шешімнің заңды күшіне енуіне және де бір ай күтеміз. Егер де банк сол шешіммен келіспейтін болса, онда сол шешімге ол апелляциялық шағым түсіреді. Ол дегеніміз қалалық сотта сіздің ісіңіз және де 2 ай қаралады. Алайда осы мерзімдерге кері әсер ететін жайттар болып жатады. Ол кейбір банктердің банкрот болуы немесе бірінші сатыдағы сот шешімінің сырттай шығуы. Сондықтан да сіз өзіңізге тиесілі соманы 2019 жылдың 1 сәуірінде немесе 1 шілдеге қарай алуыңыз мүмкін. Егер де видео ұнаған болса, лайк басамыз, егер де сұрақтарымыз болса, төменде қалдырамыз. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет.